Мен Жалғас Елігім 9-шы А сынып оқушысы. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында берілген Абай шығармаларының ішіндегі Абай қара сөзін толық оқыдым. Оның ішіндегі маған ұнағаны 19-шы қара сөзі. Осы 19-шы қара сөзінде мен адами келбетті толықтыратын, жеке тұлға ретіндегі адам бойындағы жақсы қасиеттерді қалыптастыратын мүмкіндік алуға өмірлік бағдарды алдым. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы. Сондайлардан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Естілердің айтып білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны нағыз адам десе болады. Мұндай сөзді ескенде жайқақтап, шалғырттанып, не салбырап, салғырттанып ескерсе, не сол жерде қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде шындыққа көзі жетсе де, қайта қайырып өз қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Мұндай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқа баққан артық деп бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады. Расында да, ақын айтпақшы, өмірде сөз түсінбейтін адамдарды кездестіреміз. Ондай адамдар өзімдікі жөн деген өзімшіл пікірде болады. Өзімдікі жөн деген адамда сабырда, сақтықта мүлдем болмайтыны белгілі. Сөзімді қорытындылай келе, біз қанша жерден білімді болсақ та, естілердің айтқан сөздерін естіп, оны қажетімізге қолданбасақ, біліміміздің түкте қажеті жоқ. Себебі жақсылыққа жақсылық, естілікке естілік үнемі бір-біріне үйір болады. Ендеше Абай айтқандай, естілердің айтқан сөздерін үнемі ескеріп жүрейік.